20-да 50 қалыптасқан елдің стратегиялық бағыты деп аталады. Бұл ойлап қарасаңыз, бұған дейін 20-да 30 бағдарлама қабылданған болса, президент енді 50-ші жылға дейін Қазақстан қандай болу керек, сол үшін не істелу керек, қалай даму керек, қай бағытта даму керек, осының бәрін жаңағы өзінің стратегиясында көрсетіп берді. Мен енді оған көп тоқталғым келмейді. Бәріңіз, көпшіліктеріңіз жаңағы оқыған, көрген шығарсыздар. Бірақ атайын дегенім осы президенттің стратегиясына байланысты біздің қауымдастықтың, Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының тұжырымдамасын жасап, сол стратегияның негізінде. Мен осы бір ай бұрын елбасына апарып, сол тұжырымдаманы, ол өзі 14-15 тараудан тұрады. Ондағы біздің негізгі мақсатымыз осы Қазақстан дамуының 20-50 стратегиясында шетелдегі 5 миллион қандастарымыз қалай үлесін қосылады, қалай біз оларды араластырамыз осы бағдарламаға деген біз өзіміздің түгел ұсыныстарымызды дайындап елбасының ұсындық, оны елбасының жақсы қабылдап, қол қойып өкіметке тапсырды. Өйткені